Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет шығатын қатпарлы самсаның дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымыздың барлығын електен жақсылап өткізіп аламыз және жылы суға ас қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып, ұнға суымызды қосып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Достар, каналыма шыққан жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпеу керек. Осы видеода көрсетілгендей кішкене қаттылау болғаны дұрыс. Бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Бүгін сіздермен 4 қамырды бір дестен, бір оқтаумен бір уақытта жаятын боламыз. Қазір сол видеомен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек формаларға келтіріп аламыз. Және әрқайсының арасына ұн себе отыра, оқтаудың көмегімен қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Ең алдымен оқтауымызбен осылай кішкене басып аламыз да, осылайша видеода көргендеріңіздей қамыр жайғандай 4 қамырды бір дестен жайып шығатын боламыз. Қамырларымыздың арасы бір-біріне жабысып қалмас үшін міндетті түрде арасын тексеріп, арасына ұн сеуіп тұруды ұмытпаңыздар. Самсаның қамырын мен әрдайым осылай 4 қамырды бір дестен жаямын. Сіздер де осылай жайып көріңіздер. Әрі уақыттарыңызда ұтымды болады, әрі бәрі бір келкі бірдей болып шығады. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Барлығы жұп-жұқа бірдей болып шықты. Енді араларына майды жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Қамырымыздың ең соңғы бөлігін үстінен осылай жайып, арасына майымызды жағып шығамыз. Және улитка тәріздес етіп, қамырымызды орап, 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. 1 сағаттан соң осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Самсаның қамырын барынша жұқа етіп жая беремін. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым қытырлап, қатпарлы болып шығатын болады. Ал енді салмасына кез келген салманы салсаңыздар болады. Фаршқа картошка немесе асқабақ қосаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз. Енді осылай самсаның формасына келтіріп түйіп шығамыз да, үстінен сарыуыздан жағып, күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пешке 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Осымен біздің қатпарлы самсаларымыз дайын. Өте керемет қатпарлы самса болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, әрі осы рецептпен қаттама дайындасаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын.